Бәріңізге сәлем достар, қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен таңғы асқа арналған ең керемет идеямен бөліскім келіп отыр. Бұл сырниктер. Құрамы өте қарапайым, барлық үйден табылатын қарапайым ғана ингредиенттерден тұрады. Ең жақсысы дәл осы рецепт бойынша дайындап, мұздатқышта сақтап қойсаңыздар да болады. Кез келген кезде оңай дайындалатын рецепттердің бірі. Пісіру барысында да сынып, я болмаса үгітіліп кетпейтін болады. Өте сәтті рецепттердің бірі. Рецептіні жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыз. Рахмет. Ең алдымен бізге сүзбе қажет болады. Сүзбенің майлылығы төмен болғаны дұрыс. Егер де сізде сүзбеңіз сулы болып тұрса, оны дәкеге немесе матаға салып, суын сығып алып, құрғақ қылып алуыңыз қажет болады. Видеода көрініп тұрғандағындай шашырап құрғақ болып тұруы қажет. Сүзбенің үстіне 3 ас қасықтай шекер салатын боламын. Одан көп салмаңыздар, су шығып кете беретін болады. Келесі кезекте мен ұнның орнына манна жармасын пайдаланатын боламын, яғни манна крупа. Және де үстіне мен жұмыртқаның 2 сары уызын пайдаланатын боламын. Негізінде бір жұмыртқаны бүтіндей қоса берсеңіздер де болады. Барлық құрам біркелкі массаға айналу үшін мен блендерден өткізіп алатын боламын. Сіздер шаншқымен істей берсеңіздер де болады. Дайын болған массаны силиконды лопатканың көмегімен ортасына қарай барлығын жинап алатын боламын. Дәл осы массаны ұн себе отырып тақтайдың үстіне теңдей 2 бөлікке бөліп, шұжық сияқты етіп дөңгелектеп аламыз. Кесуге оңай болу үшін дәл осылай істеп алғаныңыз дұрыс болады негізінде. Алдын ала өстіп кесіп дайындап алған сырниктермен жұмыс істеу өте оңай. Кесіліп дайын тұрған сырниктерімізбен енді формасын шығарып алатын боламыз. Дөңгелек етіп форма шығару үшін мен сияқты осылай стаканмен болмаса пышақтың жүзімен шығарып алсаңыздар да болады. Мен екі жағын кезектестіре отырып стаканның көмегімен дөңгелек формаға енгізіп алатын боламын. Тым қатты биік болып кетсе, үстінен аздап басыңқырап жібересіздер. Астына ұн сеуіп отыруды ұмытпаңыз. Мінекей дәл осылай сырниктердің барлығын дайындап алатын боламыз. Енді қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, жаймендеп сырниктерді салып қуырып алатын боламыз. Бұл жерде отыңыз төменгі баяулықта болуы қажет. Қатты отта күйдіріп алуыңыз мүмкін. Екі бетін кезектестіре қақпағын жаба отырып, төменгі баяулықта отта пісіріп алатын боламыз. Күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Мен жұмыртқаның 2 сары уызын қосқандықтан сырниктерім осындай сап-сары әдемі болып шықты. Дәл осындай сап-сары күйге енген кезде ала берсеңіздер болады. Қорықпаңыздар, сынбайды. Мен сырниктерді қоюлатылған сүтпен және таңқурайдың тосабымен ұсынатын боламын. Керемет сочетание болады. Негізінде шоколадпен және қаймақпен де жақсы шығады, жасап көріңіздер. Дәл осы рецепт бойынша жасап көрсеңіздер, сіздердің де сырниктеріңіз сынбай шығатын болады. Рецепт ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Жоғалтып алмас үшін сақтап алсаңыздар да болады. Бәріңізге рахмет, ас болсын.